Саламатсыңдар балалар, біздің бүгінгі сабағымыз миоз 10-ның фазалары. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біз өткен сабақта қарастырдық митоз бөліну 10-ның фазалары. Енді мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай митоз бөлінуіміз сома жасушалардың бөлінуі. Адам ағзасының органдарының барлығы қалыпты жағдайда митоз арқылы қалпына келеді. Бұл жерде хромосом жиынтығы диплоид. Ал енді миоз бөлінуіміз пісіп жетілген жыныс жасушалардың хромосомалардың жиынтық саны гаплоид болып сақталады. Жыныс жасушалардың хромосоманың саны тұрақты, яғни хромосомалардың гаплоид жиынтығы бар жасушалардың бөлінуі біз миоз бөліну деп атаймыз. Онда бұл жыныс жасушалардың бөлінуі. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай сперматозоид пенен жұмыртқа жасушаларын көріп тұрмыз. Осы миоз бөлінудің екі кезеңнен тұрады. Редукциялық бөліну, бұл жерде хромосомалардың саны екі есе азаяды. Екінші эквационды бөліну, бұл жерде жыныс жасушаларының пайда болу кезеңдері. Енді балалар, миоз жаңа бірінші, екінші бөліну кезеңде қой, бірінші бөліну кезеңін қарастырайық. Бұл бірінші бөліну кезеңіміз редукциялық бөліну кезең. Бұл жерде хромосомалардың саны екі есе азаяды, және парафаза, метафаза, анафаза, телефаза фазалары жүріледі. Осы фазалардың ішінен ең күрделі жүрілетін үдеріс парафаза кезеңдер. Енді парафаза кезеңге қысқаша тоқталып кетейік. Жіңішке жіпшелердің сатысы деп атаймыз, оны лифтонема деп атаймыз. Қосарланған жіпшелер сатысы зигонема деп атаймыз. Не өздеріңіз көріп тұрсыздар? Жуандаған жіпшелер сатысын пахинема деп атаймыз. Міне хромосомалардың жаңағы жіпшелер жуандау арқылы. Бір-бірімен алыстау сатысы диплонема деп атаймыз. Міне осы кезде хромосомалардың жаңағы жіпшелерінің цитоплазмаға ретсіз орналасатын кезеңін біз диагенез деп атаймыз. Бұл процесте хромосомалардың карсинговор жүріледі. Карсинговор жүрілу арқылы хромосомалар бір-бірімен конъюгация жүріледі. Хромосомалар бір-біріне жақындайды осы парафаза кезінде, және хромосомалар жақындап конъюгация болып хромосомалардың айқасуы үдерісі жүріледі. Сондықтан бұл кішкене күрделі саты, бұны жоғары сыныпқа барғанда тағы да толықтырып өтеміз. Енді миоздың бірінші бөліну кезеңін біз жаңа тек қана парафаза кезеңін атадық. Енді сол парафаза кезеңнен кейін келескі кезеңіміз метафаза, анафаза, телефаза кезеңдер болады. Осы хромосомалардың кароплазманың ретсіз орналасады. Міне осыдан метафазаның басталған кезеңін көруге болады. Метафаза бұл хроматин жіпшелерінің пайда болады, ядро қабықшасы еріп, ядрошықтар жойылады. Кароплазма мен цитоплазманың араласып кетеді, хромосомалардың жасушасы экваторына түзіліп, хроматиттер мен ахроматин жіпшелері бекінеді. Міне осыдан кейінгі фазамыз анафаза. Анафаза кезінде қосарланған гаплоид хромосомалар ахроматин жіпшелеріне бекінеді. Міне бекінгенін көріп тұрсыздар. Осы жіпшелер бекініп, хроматиттер жасушаның қарама қарсы полюстерге қарата тартыла бастайды. Міне енді ең соңғы фазасы телефаза кезең. Телефаза кезеңінде жаңа гаплоид хромосомалар екі жағына тартылып, жеке дара екі жасуша болып ары қарата қалыптасады. Бұны бірінші миоздық бөліну редукциялық кезең деп атаймыз да. Енді екінші бөліну кезеңде, бөліну кезең эквациондық бөліну деп атадық бағана. Бұл жерде эквациондық бөліну барысы негізінен митоздың әрекетіменен тығыз байланысты жүреді. Ал митоздағы сендердің білетін 4 фаза мына жерде қайталанып жүріледі. Ол сіздерге таныс.
Сондықтан миоздың эквационды бөліну барысында негізінен митоз әрекет бойынша жүрілетіндігін есімізге сақтап, алдындағы митоз бөліну тақырыбын қайтадан қарауымыз керек. Енді миоздың биологиялық маңызы. Бұл жерде конугациялық және айқаспа барысында гендер қайтадан комбинациялануының жүзеге асырылады. Оны бағана парапаза кезінде көрдік. Демек, ата-аналардың қасиеттері өзара алмасып, жыныс жасушалардың тұқым қуалау өзгерістер пайда болады. Хромосомалардың комбинацияланудың салдарынан тұқым қуалау өзгергіштіктің күшейе түседі. Яғни жаңа бір формалардың пайда болу үдерісі жүріледі деген сөз. Миоздың биологиялық мәні хромосомалар саны 2 есе азайып, гаплоид жиынтығы бар гаметалардың түзілуі болып табылады. Сондықтан балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.